періштелерге иман келтіру, періштелерге сенгеннен кейін бауырлар, сол періштелердің, олар да бізге тілеулес, олар тек қана бізге жақсы болғанымызды қалайды. Періштелер ешқашан иблис секілді бізге жаман ой салмайды, жаман бағытқа салмайды сізді. Сол періштелерді осы аспан әлемінде, жер әлемінде әрбір періштенің атқаратын жұмыстары бар. Алла Тағала Құран кәрімде айтады, олар берілген тапсырманы екі етпестен орындайтын сондай жаратылыс дейді. Жер бетіндегі адамзат, біздер оларға зиян жеткізбеуіміз керек екен. Енді сұрақ келеді, біз оларды көрмесек қалай зиян жеткіземіз оларға десеңіз, біздің аузымыздан балағат, ғайбат, өтірік секілді сондай жаман сөздер шыққан кезде періштелер қатты қиналады екен. Қандай періште десеңіз, ең бірінші екі иығымызда отқан періште.